Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкумассалам. Я бауырым, айта бер, неше адам жұмыс? Бір адам жасап бере алады деп ойлаймын. Онда зат көп емес қой, Тасу болғанда ол көтеретін зат емес жігіттер. В общем, есік алдында бір есік туалет бар. Соны бұзып, жаңа орнын тазалап, одан кейін қайтадан жауып тастау керек болып. Жігіттер, біз грузчикпіз ғой. Біреудің әжетханасын қайтеміз, өзіміз тазартуға желкенеміз ғой. Ол шараны бір КамАЗбен ба, погрузчикпен істеу керек. Енді өздерің көресіңдер ғой. Айдос, мен барайыншы. Сен таңертең алма тасып келдің ғой. Жұмыста екі адам жасасақ болмай ма, бауырым? Бізде кезекпен ғой, братан. Жүр, айда. Сонымен бауырым, ақшасын келсе алмадық па? Қанша бересің жұмысына? Жұмыстың ауыртпалығына байланысты қанша дейсің, сонша берем ғой. Міне, жарайсың бауырым. Сен сияқты азаматтар көп болса ғой, еңбекті бағалай білетін. Тек біз білеміз ғой, ол терге қанша төлеу керек екен. Талайын көрдік қой. Жұмыстың еңбекті бәрі жерге ұрып жібереді ше. Ол жаққа баруын барып алып, одан кейін айнып қалмасам болды. Істейміз ғой. Міне, мен айтқан әжетхана осы. Бұны орнын бұзып, шұңқырдағын бүкілін тазалап, орнын жауып тастау керек. Братан, бұзуымыз ғой, бірақ ішінде қалдықты жинап не істейсің? Топырақпен көме салайық та. Мен бағана айттым ғой. Келген кезде айнып қалма деп. Қалған ақшаның бәрін берем. Енді, братан, сасық қалдықты жинап не істейсің? Ал, говнавозды шақыртып сорғызып алайық. Әжетхана өзім ақша ашып тастаймын. Мен қызық екенсің, братан, мен. Қанша ақша берсең де нәжіс тазаламаймын. Жарайды. Намысыңа тисем айып етпе. Міне, уақытыңды алған жүр, мен сені апарып тастайын. Братан, сен ренжімесен болды ғой. Жақсы бауырым. Туалет тазартшы келді ғой. Қайда туалет тазартқан? Анау, натуре туалет тазартқысы келіп тұр ғой, прикинь. Ішіндегі нәжісімен бірге. Қалаған суманды берем деп қояды. Намыс бар ғой, намыс. Қатырады осында машинамен олады да, намысқа тей берді. Адамыз ғой бізде, намыс бар. Онда жұмыс істемейсің ғой. Бауырым, жаңағы Марат қосынған жұмысың шынымен де солай болып тұр ма? Оның айтуы бойынша жұмыстың бағасын өзіміз айтсақ, соны береді дейді. Сол рас па? Рас. Бірақ кейін анау Марат сияқты айнып қалып жүрмесең болды. Жоқ. Маған мүмкіндік берсең мен жасаймын. Келістік, отыр. Жақсы. Дұрыс жаңағы заттасып жүргеніміз артық. Оқ тазалағанша ше. Жүр, Айдос. Осы жер. Мына әжетхананы бұзатын құралдарым бар шығар. Менде енді құралдарым жоқ. Білесің ғой, біз жай ғана жүк тасушымыз. Керек жарақтың барын өзім тауып берем. Бірақ сен маған мына сұраққа жауап берші. Неге сен адам жиіркенетін жұмысқа келістің? Бауырым, мен осыдан 3 ай бұрын келіншегімнен айырылып қалдым. Ол мұғалім еді. Мен бір мекемеде күзетші болып жұмыс жасаймын. Екеуміздің тапқан табысымыз 5 баламызды асырауға әрең жетіп отырған. Бірақ шүкір қазіргідей аш болмадық. Аллаға шүкір, үйдегі кіші балаларыма үлкен қыздарым қарап отыр. Мен мынау ақшам жетпегендіктен күндіз осындай жұмыс жасауға мәжбүрмін. Ал анау менің күзетшілік жұмысымды мекеме басшысы түсініп, түнгі сменге ауыстырып берген. Мен балаларымды күндіз үйге барғанда ғана, азық-түлік апарып бергенде ғана көремін. Бірақ ештеңе етпейді. Осылай 5-6 жыл шыдасам, қыздарымның үлкені жоғарғы оқу орнын аяқтап жұмыс жасайды деген сенімдемін. Сондықтан да мен қазір жұмыс таңдап, жұмыстан жиіркенетін жағдайда емеспін. Осы әжетхананы тазалауға мүмкіндік берген Аллама шүкіршілік етемін.
Енді бұл жұмыстың бағасын жұмысшының өзіне белгілеуіне тапсырған екенсің. Мен бұл жұмысты 60-70 мыңнан кем бермесең жасап тастаймын. Егер де ондай ақшаны қимасаң, қанша ақша берсең де соған ризамын. Жақсы. Қазір. Айдос, міне, мынау сенің еңбегіңе. Мына жерде тым көп сияқты ғой. Бауырым, сен шатасып тұрсың. Мен саған 700 мың емес, 700 мың болса болды деп едім ғой. Оның үстіне мен жұмысты әлі де бастаған жоқпын ғой. Жоқ, мен шатасып тұрған жоқ. Біріншіден, мына жерде 700 емес, 3 миллион ақша бар. Екіншіден, мына әжетхана тіпті менікі де емес. Мен сені жұмыс істетуге де алып келген жоқ бұл жерге. Өзің сияқты қарапайым, кез келген жұмыстан қашпайтын, отбасын асырап жүрген жандарға садақам болсын деген ниетім. Енді садақа болса да, мынауың өте көп. Өміріңде мұндай ақша бола бермейді. Маған қажет емес, өзіңе керек болып болады. Маған керек емес. Керек емес болғанда керек. Бірақ жетпейді. Түсінесің бе? Мен өмір бойы жинаған 30 миллион ақшам бар. Алайда менің басымда қазір үлкен ісік бар. Оны емдету үшін ақша маған көмектеспейді. Жоқ, бауырларым, туыстарым барлығы да бар. Керек соманы да олар жинап береді. Түсінесің бе? Алайда ол ауруды тек бірнеше жылға ғана созып береді. Азар болса 2 жыл тағы да өмір сыйлайды. Бұл ауруды маған Алла тағала берді. Шипасында өзі береді деп үміттенемін. Сондықтан да мына ақшаны сен ал. Сенің отбасыңа, балаларыңа керек болады. 1 жылға азық болады саған. Одан кейін жұмысыңмен әрі қарай бір қалыпқа ілініп аласың. Ала ғой. Менің саған бір ғана өтінішім бар. Мен осы уақытқа дейін садақа беріп көрмеген. Өмірімде бірінші рет садақа жасап тұрмын. Сондықтан саған бір өтінішім бар. Мен үшін дұға етіп жүр. Ал енді жүр. Басқа мұқтаж жандар болса, соларға да көмектесейік. Жүр, Айдос. Садақа ақыретке жинайтын сауап.